Ассаламу алейкум, эфирде заман октябрьнын 19-ы Карамышхалинын 1330 кону студияда Мадиле Мухтарова чалышам. Сөзде Ахмеджет Махкемесі февраль 26 давасының шатларына дыңнеда. Бу давада Искендер Кантемиров, Искендер Мирвалиев, Арсен Юнусов, Мустафа Дегерменджи ве Али Асанов махкум етілі. Соңғы екі кыша манаман 2 ел сезода ятты. Олар ақтым чегозға қаршы малюмат бермеге разы олмадылар. Меджлис рейсінің муавені митинг вақтында юзберген чатышмаларыны тешкіл етмесінде қабатланып, 8 елға апске алынды. 2014 сенесі февральның 26-сында 10 биңден зеде Қырым татары ве Украина тарафдары Қырым парламентінің бинасы янында Украина топрақ бүтінлігіне қол тұтып митингіне шыққаныды. Адвокат Адам Семедляев сөзде давам өбіслерінің қабатларыны избатлайжақ делиллер жоқ деп қайдете, Невбеттегі махкеме отырышы октябрьның 23-не планлаштырыла. Он также показал, как и предыдущие свидетели, что массовых беспорядков не было, что наших подзащитных он не знает, там не видел, что члены Меджлиса никаких указаний людям не давали осуществлять какие-то массовые беспорядки, организовывать драки, прорываться в здание Верховной Рады. Бақчысырайда тұтылған Қырым татарларының сой-соплары мұсылманларға қаршы нефрет ве айрым ілі көрешке бағышланған конференцияны зерет етті. Тедбір Австрияда кечірілді анда 100-ден зеді инсан іштірак етті. Тұтылғанлардан бірінің өмір арқадашы Мумине Салиева шықышта болынып, Қырым татарларға қаршы репрессиялар япылғанына дабыр кере қайдетті. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы ярымада парламентінің 2 депутатына девлет хайынлігінде шекленгеніне білдірежек ола. Евгений Михайлов и Александр Баталин дава малиматларының огренмелері ве иза етмелері үшін Киевге давет етілечек. Екісіде ішғалге қол тұтқаныда. Евгений Михайлов Кремль незаретіндегі Қырымның сөзде девлет шурасының депутаты олды. Александр Баталин Қырым юқары шурасының сабық депутатыдыр. Украина қараманы ұнуанына наил олып, о сөзде Қырым Жұмхуриеті Жемат палатасының азасы олды. Повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акту. Харьковде yol қазасының себепшісі олған айдавжы незарет алтына алынды. Қазада 5 инсан жан берді, да 6 кіші ағыралда хастаханеде болуна. Түнеуін ақшам Майдан Конституция метро станциясының чықышында 2 машина чатышта. Машина қалдырымға өчіп кетті, анда есе инсанлар турайды. Қаза шатларының айтқанына көре Lexus қырмызы шыққа пек тез кечейді. Украина чешлер назерінің меслячысы Антон Геращенко дүмен башында 20 яшында қыз олғанына білдірді. Машина бабасына айт екен, Күтлеви хабер васталары қызының ады Алена Зайцева деп білдіре. О ерлі иш адамының маневи қызы ола. Қабатлы кіші 10 елға азатлықтан марум етіле біле. Першочергові слідчі дії тривали усю ніч, проводився огляд місця події, працювали експерти. На даний час слідчими поліції та працівниками прокуратури готується текст підозри. Після її оголошення будемо звертатися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. Бүгін юқарырада пайтақта олып кешкен наразылық акцияларының себебі олған қанули қасына бақажақтыр. Милет векеллері депутат тоқынылмазлығының алып ташланмасыны бақмаға ваде ете. Парламент бинасы янында вазиет аққында мұхберіміз Виктор Пономарев тариф етер, о парламент бинасы янында бұлынып невбетшілік япау.
Власне, зараз біля входу у наметове містечко з боку вулиці Грушевського. От ми перебуваємо. Як ви бачите, люди зараз обідають, охоронці наметового містечка їдять. Зараз на площі Конституції близько 1000 людей дуже уважно слухають засідання Верховної Ради. Вони чекають, що от вже скоро має відбутися голосування щодо зняття депутатської недоторканності. Люди уважно слухають їх. А від самого ранку сьогодні дали коридор депутатам, щоб вони могли прийти на роботу. Пропоную побачити, як це було. Они получают зарплату с наших налогов. Мы их выбрали. И пусть они служат нам и работают. Власне, акцію охороняють близько 3,5 тисяч правоохоронців, за словами спікера МВС Артема Шевченка. І люди все ж таки зараз чекають на те, що буде у Верховній Раді, як буде проходити голосування. Ми продовжуємо залишатися тут, повідомимо всі останні новини. Сағыл Виктор, мұхбиріміз Виктор Пономарев парламент бинасының янында қалып, соңғы хабарларын айдыңлатмаға девам етежектір. Депутатлар тебе ислятқа рейберді. Оңа 240 миллет векелі қол тұтты. Депутат тұқынылмазлығының алып ташланмасы меселесі бақылажақ мы жоқ ма, парламенттегі мұхбиріміз Оксана Гуцул екей етер. Зараз в парламенті саме закінчується обговорення законопроєктів щодо зняття депутатської недоторканності. Нагадаю, таких законопроєктів два. Один з них президентський, інший ініційований самими депутатами. В президентському планується, що недоторканність знімуть з 2020 року, тобто з наступного скликання нардепів, а в депутатському вже на цьому скликанні. Саме зараз, вже з хвилини на хвилину, спікер Андрій Парубій поставить на голосування президентський законопроект, слідом і депутатський. Планується, що по обіді, вже на вечірньому пленарному засіданні, буде розглянуто проект закону про зняття, проект закону про зміну до виборчої системи України. Про те, як саме проголосують народні депутати за законопроекти щодо зняття недоторканності, зможу розповісти у наступних випусках. Сағыл Оксана, мұхбиріміз Оксана Гуцул милет векелерінің іші қында тариф етті, о парламентте қалмаға девам етеве біздің соңғы хаберлерінен таныш етежек. Кечкен күні ату алынында 3 Украина аскері яраланды. Душман барашықны кейне боза. Кечкен күні 50-ден зиядек кере атеш açılды. Донецк тарafında женкеверлер майын атыжыларына қоллана. Ату құветлері жевап бермек үшін 30 кереден зияде атеш açmaға мечбур oldu. Незаконні збройні формування 53 рази порушили перемиря. Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів. У результаті бойових дій 2 українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву. Луганск велейтінің işgal етілген топрақларында бұл күнлері золоты кіріш-чықыш незарет ноқтасы açılacaqtır. Keçiş ноқтасы 1,5 yıldan ziyade қапалы еді. Беңлерінен инсанның чатышма ағындан кешмесі қолайлаштырылажақтыр. Олып кешкен Минск музакерлерінің нәтижесі болды. Ләкин işgal етілген топрақларда есір түшкенлерінің алмаштырывы қында кене аңлашып оламадылар. Бұны Украина векілі Ирина Геращенко Facebook сәйфесінде язды. Bir yıl evvelsi Ukrayna 81 Ukrayna қайтармақ үшін 302 жинайчыны теслим etmege azır olğanını білдірген еді. Украина қауіпсіздік қызметінің жедвелерінде Донбаста есір тұтылған 152 інсан бар. Камінь спотикання – вимога амністії для беркутівців і інших персонажів, які не мають жодного відношення до Донбасу. Працюємо, щоб були добрі новини для родин наших заручників. Поки що все йде важко, але рухаємося з вірою, аби ще інша сторона тримала слово. Виктор Януковичның Русиядегі сығынаға ұзатылды. Бұақта Русия ішішлерін әзірлігі қабер етті.
Украинадан качкан сабық президент дабыр ел 2018 сенесі октябрьнің 26-сына қадар Русияде қала біле. Киевнің Абалонь район махкемесі Януковичке қаршы жинайет ақиқатны бақмаға девам ете, оны девлет қайынлігінде қабатлайлар. Майдан әдеселері сырасында инсанларға атеш açılmaға башлаған соң 2014 сенесі февраль айында Виктор Янукович Украинадан қачып кетті. Испания үкіметі Исянче регионны ичидаре ақындан марум етечек. Бойле бір қарар Мадридте қабыл етілді. Каталония лидері мектуб yazған екен. О, Испания хакимияты музыкерлерге разы олмаса Каталония мұстақылығыны илан етмеге ваде ете. Бүгін саба Мадридның Барселона ультиматумының мүддеті екінленді. Оңа көре Каталония лидері Каталония мұстақылығыны илан етілді ме жоқмы айтмақ керек еді. Мадридның талабы еріне кетірілмеді. Октябрьнің 21-інде меркезе үкімет Каталония мұқтариетіні тоқтатмаға башладжақтыр. В субботу Кабинет министров соберется на экстренное заседание и запустит в действие статью 155 Конституции, которая позволит ввести в Каталонии прямое правление Мадрида. Ксения Собчак, Русия президенті намзета. Путиннің сабық мұтыры Петербург елбасшысы Анатолий Собчакның қызы алып барыжы олып сесеткеде кірішті. Иштимай ағыларда оның видеосы тарқала Русия мұхалифеті бөлінді. Базалары Ксения Собчак сайлауларда альтернатив намзет улабыле, дегерлері есе оны Кремльнің сымарышы деп адландырды. Бұндан evvel мұхалифетнің екене намзеті Алексей Навальный ұлғаныда. Ләкен махкүм етілгені үшін сайлауларға кірсеттілмемесі мүмкіндір. Бөлі олса саясетші сайлауларны бойкот етмеге яда еркеске қаршы рейбермеге чақырды. Ксения Собчак ұзына еркеске қаршы намзет деп илан етті. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать: хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Шымдылық бұл соңғы хаберіміздір. Яңа хаберлеріні білмек үшін саат 3-те заманны София Абляева елесе еретіңіз. Атерден айрылмаңыз. Көрішмек үзре.